Апта ішінде Нұр Отан партиясы Ақмола облыстық филиалының партиялық отырысы болып өтті. Арнайы басқосуға қала әкімі Еркебұлан Баяхметов, шаһар әкімінің орынбасарлары, бөлім басшылары, қалалық мәслихат депутаттары мен облыстан келген меймандар қатысты. Жиын барысында Қазақстан Республикасының 2013-2020 жылдарға арналған жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдаманың іс-шаралар жоспарын іске асыру нәтижелері талқыланды. Бұл жөнінде Ақмола облысы табиғи ресурстарды басқару және табиғатты пайдалануды басқарудың экологиялық бағдарламалар бөлімінің бастығы Сергей Савельев толығырақ мәлімдеді. Баяндамашының айтуынша, бүгінгі таңда Ақмола облысында баламалы энергетика саласында жалпы құны 60 миллиард теңгеге 3 инвестициялық жоба іске асырылды. Это ветровая электростанция мощностью 5 мегаватт. Ерейментау ауданындағы 45 мегаваттық бірінші жел электр станциясы, Целиноград ауданындағы қуаттылығы 750 мың киловатты құрайтын Родина агрофирмасы, сондай-ақ облысымыздың Аршалы ауданында ең ірі жоба жүзеге асуда, яғни қуаттылығы 100 мегаваттқа жететін жел электр станциясының жұмыстар барысы жүріп жатыр. Жиналыс жалғасында сөз алған Қазақстан инновациялары қоғамдық қорының басқарма төрағасы Мариям Абишева еліміздегі жасыл экономика саласындағы өзгерістер мен жүргізіліп отырған жобалардың жоспарымен таныстырып өтті. Баяндамашының мәлімдеуінше 2050 жылға қарай жасыл экономика шеңберіндегі қайта құру жалпы ішкі өнімнің одан әрі 3%-ға артуына, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарының ашылуына, жаңа өндірістер мен қызметтердің құрылуына және тұрғындар өмірінің жалпыға бірдей жоғары стандарттарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Наиболее загрязненными территориями является город Степногорск, Кокшетау, Зерендийский, Бурабайский, Атбасарский районы. Барлық жобаларды іске асыру нәтижесінде Ақмола облысы электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде жаңартылатын энергия көздерінің көшбасшысы болуы мүмкін. 2023 жылға қарай бұл көрсеткіш 45%-ға дейін артады деп күтілуде. Бүгінгі таңда Ақмола облысының ең ластанған аумақтары болып Степногорск, Көкшетау, Зеренді, Бурабай және Атбасар аудандары болып отыр. Олар облыстағы барлық атмосфералық шығарындылардың 54,3%-ын құрайды. Бүгінгі таңда ластаушы заттардың шығарындыларының негізгі көздері автомобильдер мен жылу энергетикасы кәсіпорындары болып табылады. Өңірімізде орналасқан Степногорск жылу электр орталығы мен Көкшетау жылу мекемесі ауаны ластаудың ірі стационарлық көздері болса керек. Басқосу барысында одан әрі Степногорск қаласының даму саласындағы жұмыс кешенімен таныстыру үшін қала әкімінің орынбасары Досхан Әміренов сөз алды. Жалпы Степногорск қаласында индустрияландыру картасы бойынша 59 миллиард теңге сомасында 16 жоба іске асырылып, 1438 жұмыс орны құрылды деп отыр баяндамашы. Это субъекты бизнеса, это медицинский центр Лимфоси. Картадан тыс ағымдағы жылдың басынан бері бірнеше бизнес нысандары ашылды. Олар қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында іске асырылған Лимфоси медициналық орталығы, Бестөбе кентіндегі 150 орындық Жасмин балабақшасы, Галактика киім дүкені, Сканди өндірісі алаңы, балалар кафесі, 2 модульдік көліктік газ станциясы, Дәрігер плюс жеке кәсіпкерлігі одан әрі дамытылды және Додо пиццерия желісі іске қосылды. Жыл басынан бері жобалар бойынша 57,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Немесе бұл өткен жылмен салыстырғанда 129,7%-ды құрап отыр. Картаға қатысатын кәсіпорындардың өндіріс көлемі қаланың жалпы өндіріс көлеміндегі үлесінің 40,2%-дан 41,7%-ға дейін өсті. Жиналыс соңында шаһар басшысы білім бөліміне жасыл экономика тұжырымдамасын мектептер мен колледждерде кеңінен таныстырып тарату жұмыстарын жүргізуді тапсырды.